Нағыз көктемде ішетін компот дайындаймыз. Иммунитетіңіз төмен болып, гемоглобиніңіз аз болса, жиі шаршап қалсаңыз, осы компотты жасап ішіп көріңіз. 3 литр суға 1 көк алма, 1 қызыл алма, шикі қызылша, аз ғана қара мейіз және нават саламыз. Наваттың орнына таза бал салсаңыз болады. Қатты қайнаған соң 20 минут жай отта қайнатып аламыз. Сонымен компотымыз дайын болады. Мен компотқа корица қосқанды ұнатамын. Және 2 тілім лимон қостым. Осындай керемет компот шығады. Кішкене қызылшаның дәмі білініп тұрады, бірақ лимон суын сығып ішсеңіз, дәмі керемет болады. Холодильникте сақтап, бөлме температурасында ішіңіз.